ұсақ ертегілер. Алдардың кезекті бір алаяқ пен ұйқас. Мына жерде Алдар көзеннің суреті. Бір күні Алдар көзеге көптен бері көрші тұратын таныс кедей жылап келеді. Айтуына қарағанда, ол өзі 1-2 жыл байдың малшысы болып жұмыс істепті. Өзара келісімдері бойынша, егер жалшы байдың бір айтқанын істемей, оның тапсырмасынан бас тартатын болса, бай оны ешқандай еңбекақы бермей-ақ қуып жібере алады екен. Осы тәсілмен әлгі алаяқ бай талай бейшараның обалына қалып, бірнеше айлық жалақысын төлемей, тегін жұмыс істетіп, ақыр аяғында қуып жіберетін безбүйрек жанға айналса керек. Баймен екеуің араңыздағы келісім шарт осы ғана ма? Әлде бұдан басқа да баптары бар ма? Деп сұрайды Алдар көзе. Бар. Егер ол аяқ астынан ашуланып, бұрқан-тылқан болып, қол жұмсар болса, бағып жүрген малдың жартысын алуға тиіс. Мынауың бір жақсы келіспе екен. Енді мен ол байға көресті көрсетіп, көзіне көк шыбын үймелейтін дейді Алдар көзе қайраттанып. Мынау байдың көзі болса керек. Содан кезекті жалшы малайын жұмыстан қуып, өз малын өзі бағып, шаршап жүрген әлгі алаяққа барып Алдар көзе қойбауға кіріседі. Шарттары сол баяғыдай, егер шопан қожайынның кез келген тапсырмасынан бас тартса, орындамаса, оны ешқандай жалақысыз қуып жібере алады. Ал енді егер ол өзі орынсыз ашу шақырып, жалшыға тіл тигізсе, қол көтерсе, бағып жүрген малдың тең жартысын алуға хақылы. Міне, осы екі баптан тұратын бұл келісім шартты екі жақтың екеуі бұлжытпай орындауға тиіс. Бәрін ойлап ішіп, есебін шығарып қойған Алдар көзе ешқандай ескертпей алмауға тырысып, берген тапсырмаларын аса үлкен ұқыптылықпен тиянақты орындап отырады. Алаяқ байдың арамза пиғылы алдын ала белгілі. Сондықтан Алдар көзе недей болса байдан бұрынырақ қимылдауға тиісті. Мына жерде бағылып жатқан қойдан ал ол бағып жүрген қойын шөбі шүйкін шалғай өріске апарып әбден тойдырады да, әбден шөлдегенше сол жерде ұстайды.
ыза кернеген безбүйрегім. Бай үлкен ашу үстінде Алдаркөзеге айтпасты айтып қамшы сілтейді. Алдаркөзеге керегенің өзі сол. Дауласып қазыға барады. Қазы келісім бойынша әлгі өзі бағып жүрген бір отарлық қойдың тең жарысын Алдаркөзеге алып береді. Мынау жерде қазы мен Алдаркөзенің суреті. Алданып қалған бай ашуы түгел тарай қоймаған алаяқтың одан бетер ашу келіп Алдаркөзеден мақтап тұрып өз жалғыз келеді. Мердігі бөлген бір-екі қойды қабына салып үйіне әкетпек болады. Оны көрген Алдаркөзе қаптың аузын шешіп қойлардың орнына өзі жатып алады. Бұрқан-талқан болған ашулы бай жолда келе жатып өзінен өзі сөйлеп, мына баған иттен құтылғаным дұрыс болды дейді. Жоқ, құтылған жоқсың дейді. Алдар оның құлағына зыбырлап. Бұл сөзді естіген ашулы бай өз құлағын өзі кесіп лақтырып жібереді. Алдаркөзе оның екінші құлағына бәрібір құтыла алмайсың деп зыбырлағанын қоймайды. Одан бетер күйіп піскен күйгелек бай екінші құлағын да кесіп жол бойына лақтырып кетеді. Шаршап шалдығып әбден қажыған бай көз ұшындағы көлдің жағасына жетіп демалмақшы болады. Арқалап келе жатқан қабының аузын шешеді. Одан сопаң етіп Алдаркөзе шыға келеді. Бірақ бай түк байқамағансып, түк естпегенсіп мән бермейді. Өзеннің жағасында отыр екен. Тек оны мұнын жайып әбден жайғасқаннан кейін барып, сен шет жағына жат деп ұсыныс жасайды. Алдаркөзе оның сөзіне екі етпей жарқабақтың опырылғалы тұрған тұсына барып жатады. Бірақ бай қор етіп қалың ұйқыға кеткен кезде орнын тастап басқа жерге ауса салады. Ал бай бүктелі жатқан ескі күпіні Алдаркөзе екен деп жарқабақтан итеріп киіп жібергенде су шайып әбден үңгіп тастаған жарқабақ да өзі құрдымға құлап кетеді. Мына жерде басқа әңгіме басталып тұр. Алдар мен айтысқанның аяғы аспаннан келеді дейді. Мындай сурет. Алдаркөзенің аты шығып, абыройы күннен күнге арта берді. Алаяқ арамзалардан, бай манаптардан зорлық көріп, зардап шегіп жайман болған қамкөңіл балық биге бармай, ханға бармай Алдарға келетін болды. Алдаркөзенің араласпайтыны қалмады. Ол енді қорғаныстың қорғаны, әлгіздің арқа тұтарына айналды. Өзі сондай қарапайым халықтан шыққан ер азамат елдің көңілін қалдырмай, біреудің біреуге кеткені есесіне беріп, кегін қайырып жүріп жатты.
тай аласапыран айқастардан қолы сәл босап деп демалып жатқан кезде тағы бір зорлықшылап келді. Тыңдап көрсе, әңгіме былай болыпты. Әйелі өліп, 12 жасар кішкене кенже қызымен ғана қалған кәрі кедей орманнан отын тасып, соны сатып күн көріп жүрсе керек. Бірде оның жанына бейтаныс бір бай келіп, отыныңды қаншадан сатып тұрсың деп сұрайды. 3 теңгеден. Бәріне 10 теңге берсем, келесің бе? Кедей зорлық қуанып кетеді. Бірақ отынын апарып түсірген жерде бай оның түйесін, шанасын бәрін сыпырып алып, қолына 10 теңге ұстата салады. Бәріне 10 теңге берем, келісесің бе? деп сұрағанда қуана келіскенмін дейді. Осымен түрген. Қам көңіл кедей арыз айтып қазыға барады. Онда да сол әңгімені түгелдей тыңдап шыққан қазыда бай кеңдігі дұрыс. Аңқаулық жасаған өзің не болса да көнесің дейді. Бұл оқиға бір емес, 2 мәрте қайталайды. Бірде түйесінен, бірде биесінен айырылған аңқау кедей алдар көзеге барып мұңын шығады. Сөйтіп келесі базарда кедейдің отынын алдар көзе барып сатады. Бәрін 10 теңгеге берсең, отыныңды алам дейді әлгі бай. Сіз де 10 теңгеге бәрін қосып берсеңіз сатамын дейді алдар көзеде. Жә, келістік дейді сөздің астарынан қарамай қалған бай. Ол жерде алдар көзенің келбеті. Бұл жолы есек жегіп келген алдар көзе отынды түсіріп болып, есегіңізді қай жерге байлайын деп сұрайды. Басын көтерместен бай немқұрайлы қора жақты көрсетіп 10 теңгесін ұсынады. Сол сәтін күтіп тұрған алдар ақшамен қоса оның қолын жап етіп ұстап алады да босатпайды. Жібер қолымды дейді алаяқ. Жібермеймін дейді алдар көзе. Бұл енді сіздің қолыңыз емес, менің қолым. 10 теңгеге қосып бәрін берем дегенсің. Жібермеймін. Босатпаймын. Қысқасы, жүгінуге екеуі биге барады. Би қолдың орнына 5000 тілда төлеу керек деп шешім шығарады. Шыр етіп жерге тікелеп былай ұтылып көрген жоқ едім.
көзге құлақ қойып ұқыпты тыңдап отырғанды жымиып күлді де ештеңе деп қарсылық білдірмеді. Байдың айтып отырған ақылға сыймайтын әңгіме. Бірақ алдар көзе онымен таласып жатпай бірден өз әңгімесіне көшті. Сіздің айтып отырған хикаяңызға ешқандай күдігім жоқ. Мен бір жыл мақта ектім. Мақтаның дәнінен аспан тіреген ағаш өсіп шықты. Көлеңкесінің өзіне аттылы адам бір күнде әрең жүріп өтетінді. Жарты мың адам әлгі ағаштың мақтасын жарты мың жинады. Жинаған мақтаны сатып, базардан 40 нар алды. Сол 40 нарға неше түрлі қымбат дүниелер артып, 2 ағамды бұқарға жібердім. Олардың солып кеткені кеткен. Жолда қарақшылар тонап, өздерін өлтіріп кеткен деп естідім. Соның рас екеніне көзім жетіп отыр. Менің кіші ағама деп тектірген әдемі шапанды сіздің үстіңізден көріп отырмын. Керуенді тонаған сізсіз. Керек болса. Осыны естіген